Ассалаумағалейкум, қалдарың қалай достар? Бүгін осындай логотип жасаймыз. Бұл логотип ешқандай қиындығы жоқ. Любой новичок жасай алады деп ойлаймын. D деген әріп таңдаймыз. Үлкейтеміз. Қалыңдығын осылай қойып қоямыз. Преобразовать в кривые дейміз. Линия квадратты аламыз. Мінекей. Осылай қойып қоямыз. Мына жерде осы инструментпен осылай көшіріп жүреміз. Мінекей достар, осымен логотип жұмысымыз дайын болды. Артқы фонын қойып жіберейік. Артына жібереміз. Болды, мінекей достар, осымен логотип жұмыс дайын болды. Сіздерге пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап береміз, Құдай қаласа. Жарай, жақсы сау болыңыздар. Төменде Instagram парақшам бар, сол жерге тіркеліп маған жазсаңыздар болады.